Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Әлібек Жангелді атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Бердалы Назира Бердалықызы. Ыбырай Алтынсарин, өсиет өлеңдер. Жаратты неше алуан жұрт бір құдайым, тең етті бәрімізге күн мен айын. Адамның адам біткен баласымыз, қайсың бөлек тудың деп айырайын. Бәріміз бір адамның баласымыз, жігіттер бір-біріңе қарасыңыз. Өмір деген 5 күнді кетер өтіп, атаң барған орынға барасыңыз. Пайғамбар бұрынғы уақытта дәуіт өткен, патша бұл дүниеге даңқы кеткен. 30 ұлым бар ғой деп көпті ойлап, құдайым 30-ды әлек еткен. Жылаған дәуіт патша тоба қылып, өзінің бенде екенін сонда біліп, мұнан соң Тақ-Сүлеймен туды дейді, 30 ұлға бір өзін жора қылып. Ескендір патша болып нен алған, қалмаған бұл жалғанда ешбір арман. Жалғыз ақ өлмеске айлы табамын деп, ізденіп мәңгі сон соған барған. Мәңгіден су ішкенге өлім болмас, Ескендір мұны сұрап білгені рас. Су әкел деп жіберді уәзірлерін, уәзірі қасындағы Қадірлияс. Екеуі барды суға, судан ішті, бір кесе патша үшін және алысты. Енді қайтып жүрелік деп тұрғанда, бір адамға сол жерде көзі түсті. Сұрастым, мұнда отырған еткен жансыз, қарасақ келбетіңе мұсылмансыз. Сонда ол кісі өз жайына баяндады. Мен дағы бір патша едім, ешкім күмәнсіз. Өлмеске мен де сондай талап еттім. Бір күні осы суға келіп жеттім. Әрбір іс уақытында қызық екен, ақыры өз басыма азап еттім. Бір заман әлек болды барша елім, қалмады қыдырмаған ешбір жерім. Кемдіктің неше түрлі бәрін көріп, енді өлім болса маған деді. Нені неше айналып, неше кездім, өз жаным, өз денемнен өзім бездім. Маған өлім бермеді Құдай тағала, енді тастап дүниені мен де келдім. Деді Қадірлияс қайтып келді. Сонда да кеседегі суын берді. Ішейін деп Ескендір ұмтылғанда, су Ескендір аузына бармады енді. Тағында Тақ-Сүлеймен нағылмады, өмірін соңындағы шағындады. Неше руын діні кәпір әділ өтті, дозаққа соның үшін жағылмады. Бұзбаңыз әділдіктің болмал үшін, жиясыз оны дағы бір жан үшін. Әзәзіл періштенің бастығы екен, не болды тәкаппарлық қылған үшін. Айыпты 8 жылдай мұңғырт жеді, болыпты бөлек-бөлек соның дәні. Мал жаннан, ру, туған бәрі беріп, далада жалғыз жатып, Алла деді. Малды алды, баланы алды, сабыр етті, дұшпандар мысқыл етіп жәбір етті. Разымын не берсең де Құдайым деп, бәрін тек қабақ шытпай қабыл етті. Қорлама кем адамды болсаңдана, кәріпті Құдай сесте не еді шара? Ер болған сиыр бағып, зеңгі баба, пір болды түйшіден ойсыл қара. Ұмытпа бай болдым деп бір Құдайды, жер жұтқан қайырсыздан қарынбайды. Мекенін білеміз қайда қалды? Жомарттық қылған үшін атымтайды. Иманды ер Құдайын ұялады, ұялып иесінен сыялады. Ренжітпе пенде болсаң бейшараны, көріп көңілі бір сынға ұялады. Араз боп кедей болсаң ұрлықпенен, кете бер кессе басын шындықпенен. Қоректап бейнеттен де тәжірін жәрдем, телмірме бір адамға мұқтың. Адамға бір өзіңдей көзіңсіз бе, бір әділ қазынасы кең патшаң бізде. Қорексіз ешпендесіз қалдырмайды, жаратқан бір тәңірінен күтеріз бе. Мақтанба бақыттымын деп бағаңызға, қартаймақ қиын сауда тағыңызда. Іске аспақ бақ-дәулеттің қалуы оңай, басыңнан бағың ашқан шағыңызда. Мақтанба сұлумын деп ажарыңа, ажарсыз адамдарды ал назарыңа. Зілиға, жізіппенен сұлу өткен, тұрмаған ажарараш ажалына. Жүйрікте болмайды көріксін алмаған, бақтайса ерте құралмаған. Меңзеген асқар тауы есіл көңіл, неде еш нәрсенен таңылмаған. Арық мал жан жолатпас бір жалданса, пенде ойлар кемемем деп бір малданса. Қадамы әзіз ердің ұзамайды, жігітке бақыт шіркін сыр айналса. Ағайын жар болады алыс болса, болады атта жақын таныс болса. Достарың дұшпан түгіл табылмайды, аяғың бір нәрсенен шалыс болса. Асылы залымдардың лайланды, нені маған десең шыр айналды. Ит үрер жақсыға да, жаманға да, қылмаға бірақ залым Құдайдан да.